Видеоның соңына дейін көріңіздер. Мен тәтті синабон бәлішін сәндейтін қолдан әдемі нәрсе жасап жатырмын. Енді әдемі шықса бұл енді. Соңына дейін болсаңыздар түсінесіздер. Сәлем достар! Сәлем достар, өздеріңнің сұрауларыңмен бүгін біз 24 сағат ханшайым, яғни Барбидің өмірін сүріп көреміз. Біз бүгін 24 сағат роза өмірді сүреміз дегеннен кейін шкаф сөрелердің бәрін ақтарып тастадық. Тапқан заттарымыздың көбісі қуанышымызға қарай роза болып шықты. Мынаны жақында алған қыздардың шаш қыстырғыштары тоже розовый екен. Косметичкамыз и так та розовый екен. Азанда будильник, жаңағы оятатын будильнигімізге дейін розовый екен. Мына не болған? Жақында ғана әпергем онымен. Салфеткамызға дейін розовый. Қазір боянамыз. Мицеллярный суымызға дейін розовый екен. Қуанып отырмыз. Тек мына біздің бір қорапшамыз ғана көк болып тұр, бірақ бұның ішінің бәрі розовый түске тола, резиналарымыз. Ханшайымдар, киімдеріңді көрсетіп жүріңдер. Бізді Аяла пони футболкасы мен шортиін тауып алды. Жансая, сен не тауып алдың? Бізде Жансая Wednesday'дің шорты мен футболкасын киіп алыпты, жақсы. Балалар біздің төсектерге мән бермей қойыңдар. Біз бұлардың бәрін уже жинастырып тастаған болатынбыз. Біз көшуге дайындалып жатқан үйіміз. Сондықтан қыздарға өздерінің мына ханшайым кілемдері қатты ұнайды. Сондықтан осы кілемнің үстінде түсіргілер келді. Жарайды, біз барлық бүгінгі осы челленджді бұл кілемнің үстінде түсіреміз деп айта алмаймын. Қазір бізде жоспар бар, Мен өзімді де көрсетіп қояйын, достар. Мен де қыздармен жарыс Барби болуға дайынмын. Басыма міне бір розовый бауымды тауып алдым. Бұл менің халатымның бауы. Көйлегім қуанышқа қарай үйге киіп жүрген көйлегім розовый болғандықтан мен ұтылған жоқпын. Қыздарға жарайды, мен де сендердің қастарыңа қоса алам дедім. Қыздармен жарыс, мен де азанмен шомылып алдым. Душ қабылдап алдық. Сонымен қазір сәнденуге кірісіп жатырмыз. Бізде жоспарда бүгін дүкен аралаймыз. Қыздар өздеріне розовый заттармен тамақтанатын болады. Сусын аламыз, көреміз, дүкенге барамыз. Ең бастысы. Одан кейін бізде Барбилердің, яғни ағылшын ханшайымдарының жақсы көретін синабон деген тәттісі бар, тәтті бәліш. Сол тәтті бәлішті пісіріп жейтін боламын. Соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Видеомыз өте қызықты болайын деп тұр. Қай ханшайым, қай Барби сіздерге ұнайды? Дауысқа саламыз, дауыс бересіздер. Бұл жолда Жансая өтіп кетпесе, Аяла екеуміз бар күшімізді салатын боламыз, Мен сонда да күшім бәрін салам. Жансаяның қолдаушылары өте көп, бірақ бізге де дауыс беретін шығар деп ойлаймыз, кішкентай ханшайым. Ал бізге сәттілік тілеп қойыңдар, біз кірістік. Бізбен бірге соңына дейін болыңдар, видеоны өте қызықты етуге тырысамыз. Достар, біз кірістік. Қыздардың шашынан бастап жатырмыз. Бізде енді Барбидікіндей бигуди жоқ, оны бұрын бигуди дейтінбіз, аналарымызда болатын. Қазір енді дамыған заман болғаннан кейін оны салып отыруды қиынсынып, мен қыздарға мынандай заттармен қуантқан болатынмын. Туған күндерінде шаштарыңды сәндеп жүресіңдер деп. Бізде мына жақта Кен отыр. Барбилердің бүткіл затын. Мына жерде бізде Кен отыр. Мұхаммед! Ханшайымдардың, Барбилердің бүткіл затын тексеріп беріп жатыр ғой. Мынау бола ма, болмай ма, қауіпті емес па деп тексеріп жатыр, Әдемі шығып жатыр шашы. Әдемі болу үшін біздің ханшайымдар бәріне дайын ғой. Бүгін ханшайым емес, бүгін Барби бұлар. Бүгін Барби деп атайық. Мен аузым ханшайымға үйреніп қалған. Әдемі шықты міне. Кән маған қарыңдаршы. Ал енді бұл Барбилердің макияжы қалды, кәні жасаймыз. Сол макияжды жасайтын боламыз. Бізде қарасаңдаршы Барбидің кисточкаларына дейін Барби екен бұлардың. Қуанып отыр ғой, мама біздің мынауымызға дейін Барби розовый түс деп.
Ал ендеше біз Барбидің тейін жағатын боламыз. Барбидің розовый түсін таңдап отырмын. Бірақ детский не болған екен, қатты білінбейді, детский косметика болғаннан кейін. Бірақ біз тырысып жатырмыз. Көрініп тұр ма розовый? Иә, көрініп тұр. Бірақ осынысымен әдем сияқты, қатты розовый болғаннан гөрі осы жақсы сияқты мағында. Бізде мына розовый помаданы таңдадық, бірақ кішкене білесіктері қызғылт екен, ештеңке етпес. Айтып жатырмын ғой, бүгін 24 сағат Барбиміз, бүгін бізге бәрі розовый, иә? Аяла солай ма? Иә. Бізге түсіністікпен қараңыздар, бізге бүгін бәрі розовый түс. Иә? Иә. Көк те розовый болып кетуі мүмкін, қызыл да розовый болып кетуі мүмкін. Бүгін бізге бәрі де рұқсат. Кел тырнағыңды жасап жіберейік кішкене. Тырнағымды бояп бер дейді, мен бірақ мұна қызылды ұнатпай отырмын. Қажет жоқ деп жатырмын. Онсыз да жаққан, әрең кетіріп жатырмын соны. Так. Көзіңді жұмшы, кән көрейік. Енді шашымызды сәндейік. Жоқ, кішкене кірпігіңе туш жағып жіберейік. Көзіңді аш. Болады. Енді біз невидимка таңдайтын боламыз. Қайсы невидимкалар тағамыз? Мен ана таңдаймын. Қайсыны? Жақсы, балмұздақ таңдады. Балмұздақ таңдады, және де мынаны да таңдайды. Барбидің түстері ғой. Бәрі де таңдай берейік. Және құлпынай тұрсын балмұздағының қасында. Бола ма? Жақсы, жетпесе тағы алармыз, е? Кел. Басы қисайып кетті ғой. Невидимка тағын. Кәні, бұлай қараш енді. Міне бізде ханшайым. Кән Барбиіміз ары тұра ғой. Барбиді көрейік. Барби дайын болды ма? Иә. Шашты да сәндедік. Бояндық Барби болып. Невидимканы да тақтық Барбилер ұқсап. Ал, Барби дайынбыз ба? Иә. Әдемі болдың. Енді бәліш пісіруге дайынсың. Так, бізде екінші үлкен Барбиге кірісіп жатырмыз. Бізде сырты розовый болғаннан кейін ба, ішінің бәрі розовый екен, только блесктерін түстерін өзгерте салған, бірақ мына помадалардың бәрі ерінге жағатын. Бәрі розовый, қайсысын алсаң да. Сондықтан кез келген алып жағып жатырмын. Жансаяға. Бәрі еріні розовый болып тұр. Ал, енді кезек көзге, иә? Айтып жатыр ғой, аса қатты білінбейді. Жақсы. Ал, кәне, қақшы. Көзімізді боядық, ернімізді боядық, Барбидің жүрегін салып алдық. Ал енді шашқа кеттік. Ал, қайсын таңдаймыз? Мен бұланына жүзімнен таңдамын. Клубниканы таңдады. Және? Сәбіз ұнайды екен. Арбуз. Иә, осы. Бегемотик. Иә, тағы қарбыз. Арбуз. Иә, бүгін біз қарбызды да таңдадық. Өйткені жаз ойын, жазда сочный арбуз клубника елестейді ғой. Ал кеткен сайын шашын сәндеп алайық. Одан кейін барып тәтті бәлішімізге кірсеміз, иә? Синабонға. Кән, әдемі. Міне, үлкен Барби дайын болды. Кән, айналшы. Жансы, аяла сен. Аялаға да жүрек салып қасына Барби деп жазамыз деп еді, кәне кеш бетін көр. Аялаға да жүрекше салып, астына Барби деп жазғымыз келіп еді, Б-мыз ұқсамай қалды, сонымен қалды. Б болып қалды. Ештен кетпесе. Ал, ханшайымдар дайын. Ал достар, бізде 3 Барби дайын.
Мен көзіме жақпаппын ғой. Тоқтай тұрыңдар, мен көзіме жағып алайын. Так. Маған да роза екен жағып беріп жатыр қыздар. Өйткені менде роза екен жоқ. Роза екен жақпайды екен. Жақсы, енді мына көзіме жаға сал. Мен де қыздардан қалып кетпейін деп түрлі түсі невидимка тағып алдым. А вдруг маған да дауыс беріп қалады деген үміт қой енді. Айтып қатты білінбейді. Детский косметика болғаннан кейін. Болар енді, осы болады. Жақсы. Ал бізде 3 Барби дайын. Боянып алдық, розы киініп алдық, Барби эмблемасын жасап алдық. Үшеумізде Барбидің жүрегін қойып алдық. Үшеуміз үш бетке, мен мына бетке қоюдың орнына мына бетке қойып алыппын, іштен кетпес. Ал енді Барбидің синабонын дайындап кетейік, одан кейін дүкенге кетеміз. Дүкеннен келіп, Барбидің ыдыстарымен шай тамақ ішіп отырып, тәттілер жеп отырып, Барбиді көретін боламыз, е? Барбилердің бәліштерін дайындап жатырмын. Синабон жақсы көретін үйдің Барбилері. Осы синабонды Барбидің түсімен жасап берейін деп жатырмын. Көреміз қалай шығатын. Сөзбірге соғын екен болыңдар. Ал екі Барбимен дүкенге шықтық. Розовый түсте тамақтануға. Ал кеттік. Балмұздаққа келіп, розовый балмұздақ іздеп тұрмыз. Розовый балмұздақ таппай жатырмыз. Кирешки алдық розовый, пепераның розовый жоқ, қызыл ала салдық. Чипсы, кирешки, пеперу алдық. Енді розовый сокпен балмұздақ алдымыз келіп тұр. Достар, біз осы ностальгияның клубничныйына тоқталдық, 500 грамм көрінді. Ал кеттік 3 Барби. Ал достар, біздің 3 Барби, біздің қатарымызға 3-ші Барби қосылды. Өзінің Барби машинасымен, көлігімен, көлігінің бір көзі түсіп қалған. Жаны. Ой, не ойнап атсыңдар сендерді сырттарыңнан көріп, мен қызық кеттім ғой. Мен көмекші Барби, мынау салон Барби, Альбина болса менің көмекшім, адамдар қабылдайды. Администратор ма бұл сонда? Адам тіркейді ма кафеге? Ой, бай, бұл ханшайымның компьютеріне дейін розовый екен ғой. Менің бұл Барбиім нағыз Барби ғой, міне. Ау, бұл витринада тұрған жерінен сатып алғанбыз ғой бұны. Витринада әдемі болып тұрған дүкеннің терезесінің алдында компьютерімен. Ханшайым салон. Салоныңыздың аты не? Не деп аталады? Барби деп қойдың ба салоныңды? Мен де кезекке жазылсам болады ма? Мына жақта резиналарын қойыпты. Онап қалған ау дейме, Барби болған. Ау? Айттым ғой, оны айттым ғой, мақтадым ғой сені. Сені компьютермен әдемі екен деп айттым ғой. Барби деген салон маған ұнап қалды. Мен тырнағымды жасатайын деп келдім. Тырнағымды жасап бересіз ба? Қанша минутта босайсыз өзі? 2 минутта. 2 минутта босайсыз ба? Жарайды. Оған дейін мен 2 минутта күтіп отпай, кафеге барып дәмәу істейін. Ыстықтарыңыз ба, мәңіз? Уай, ястықтадым. Өзімді нағыз Барби деп сезініп жатырмын ғой. Маған ыстық шай. Неге шай негіңіз екеу? Мынау кофе, мынау шай кәдімгі. Ау, Альбина, не дейсің? Болды, шашы ыстықтап жатыр екен. Істемей ақ қойыңызшы. Қазір мен барамын. Болды, шашына тыныштық бере салыңызшы. Кофе ішпа, шай ма ішесіз ба? Ыстықтап жатыр. Мен де ыстықтап жатырмын ғой деп жатыр. Бере салыңызшы. Менің Барбиім ыстықтап жатыр екен. Мен оны түсініп жатқан жоқ қой. Шаш не болып қалды мен Барбиімнің? Жаны. Рахмет. Рахмет үлкен. Барби болым кеп кетті сендермен қосылып. Бізде байқасаңдар достар,
Үйдегі бүткіл заттарымыз розовый екен ғой біздің. Біз розовый зат іздеп әуре болған жоқпыз. Біз тек қана розовый жейтін нәрселер ғана алып келдік. Айтпақшылар, қалай қашан жейміз біз соны жейік та? Сенің кафеңде отырып, кафенің аты Барби деп атала ма? Иә, Барби. Онда Барби кафесіне кімді де шақырайық та? Әсет пен Расулны. Бен мен Тенді шақырып қояйық та? Давайте. Барбидің жігіттерінің аты не еді өзі? Кім еді? Мен есімде де қалған жоқ. Мен бұрын Барби. Бен, Тен, кім? Мен. Бен, Тен. Қайсы болса да шақыра берейсің ғой. Жарайды. Жоқ, бірінші жасап алсаңдаршы енді. Әдемілеп бізге тіске басар. Жаңа дүкеннен әкелген нәрселеріңді әкеліп қой. Айтпақшылар, мен Барбилерге синабон дайындаған. Мен синабонды алып келейін, ал сендер өздерің тәттілеріңмен мына жерге жасай беріңдер. Біздің суымызға дейін, балмұздағымызға дейін розовый. Бүгін біз только Барбидің өмірін сүріп жатырмыз. Байқасаңыздар, мен бояуымның бәрін өшіріп тастадым, өйткені мен бояуымның көп жүре алмаймын. Мен өзім боянбайтын адаммын. Мен тек бет күтімі ғана ғой. Менің ақшам тек беттің күтіміне ғана кетеді, бояуға емес. Дастархандар бар. Ал кеттік. Ва, менің синабоным дайын. Байқасаңдар, кремінде розовый қылдым. Барбилерге ұнасын деп. Сливочный кремді аямай қосам, өйткені олар тек тәтті жақсы көреді. Шоколадный синабондарым дайын. Қағаздан мынандай нәрсе жасап жатырмын деп едім ғой. Я жасаған нәрсем осы міне. Барби деп аталады. Біз енді азанда 3 Барби едік қой, қасымызға 4-ші Барби қосылып кетті, Альбина деген. Сондықтан мен бұны өзімнің 3 Барбиіме берем, ал мен бұлсыз да жей салармын. Вау, мен Барби синабоным дайын. Дарарарам, қыздар, менің синабоным дайын. Балапан, ұнай ма саған? Бүгін сендердің күндерің. Бүгін тек қана Барбидің өмірін сүріп жатырмыз. Сонымен кішігірім тәттімен бұларды қуантып жатырмын. Бұл менің 3 Барбиіме. Сендердің қалған тәттілерің дайын ба? Бәрін дайындап тастапсыңдар ғой. Розовый чипсы, розовый кирешки, розовый растишка, йогурт. Мә, соққан розовый бабалды қой, достар, біздер. Бұл деймда Барби розовыйдан басқа көзі түс көрмеген бе екен деп ойлаймын да. Сәл араластырмаған екен, түрлі түстерден. Біздің невидимкаларымыз сияқты, Ал отырайын. Вау, мен орындығыма дейін розовый ғой, мә, достар. Біздікі точно Барбидің өмірі болды ғой, Балапан, ұйықтап қалайын деп отыр ғой мен балапаным. Слюба көлігінде отырған қай Барби? Көлігіне сындым мен бұның. Альбина деген Барбисің сен, Альбина деген Барби бұл. Ал, давайте онда. Бүгін тойлайық, мына жерге отыр балапан. Мен Барбилеріме қызмет жасайын. Альбина, саған бүгінгі күн ұнап жатыр ма? Маған да ұнап жатыр. Альбина мына розовый соқты қара. Иісі де мүңкіп жатыр. Арбузный екен. Арбузный мохито екен. Істеп отыр нағыз. Кенсе, бірінші соқтан бастадық біз, достар. Өйткені шөлдеп кеттік, Біз қатты шөлдедік. Бірінші суды ішіп алайық, одан кейін тәттілерге кірісеміз. Дәмді ғой. Аяла. Пеперо мен менің сливочный кремім вообще зор кететін жер. Өзі шоколад. Көрейік. Айттым ғой. Зор болады екен. Бүгінгі күн маған қатты ұнады. Біздің Барби басталды. Не дейді мынау? Ана жерін басып жіберсеңдерші. Так, мынаны жаба салыңдаршы, балапандар. Терезін жаба салыңдаршы, дым көрінбейді екен бізге. Көрейік. Сен сразу сағыздан бастайсың ба, не? Жесейсің мына тәттілерді жесей. Әкел онда. Барбилерім ұнады ма менің синабоным? Барбилерге арналған пирожный ұнады ма? Бәліш.
Бізге аялаға пепперо мен сливки жеп отыр. Кішкентай Барби сағыздан бастады сразу. Ал мен өзім синабонды жеп отырмын. Өте дәмді болған. Іші шоколад, сырты, розовый сливки. Мынақта Бен мен Тен тұр. Кел, мыналардан ауыз тиіңдер десек, қыздарский ғой, бәрі розовый, неге ұлдарский алмағансыздар дейді. Мынаны жесе Барбиге айналып кетеміз деп қорқып жатыр. Розовый соққа дейін тауып алғанымызды айтам да. Арбузы мохитоны мен әлі ішіп көрмеппін, бірінші рет ішіп жатырмын. Клубничныйды білеміз, лайм, лимондарды білеміз, мятаны білеміз. Бірақ арбузы мохитоны бірінші рет ішіп жатырмыз. Тем более визиткі керемет болады үнемі. Пультымыз сынып қалған. Пультымыз сынып қапты. Әне бір жерінде тұрған жазуды кетір алмай отырмыз. Барби болған бізге қатты ұнап жатыр. Әрине. Енді киноға розовый болып түскенде енді. Саған ұнады ма? Сен Барбисің е бүгін е? Барби болған ұнады ма саған, ұнамады ма? Әкеге айтсай, мен бір-ақ күн Барби болғым келмейді де. Мен күніге Барби болам де, мақұл? Ештеңке olmaydı. Мейлі, жей берші өзім. Жүк берем. Көппен сол. Қасық. Йогуртымызға дейін розовый, сағызымызға дейін розовый. Осын бәрін жеп болған кен аны сағызды шайнаймыз ғой десек, сағыздан түкте қалдырған жоқ. Бәрін шайнап тастар. Барбилер. Барби деген кафеңіз бізге ұнады. Жансая Барбидің Барби деген кафесі ұнады бізге. Бәрі дәмді екен. Сізге ше? Салонның иесі Аялай Барби сізге ұнады ма? Бүгінгі тағамдар ұнады ма? Көңіліңізден шықты ма? Әбіна компьютеріңе жазып қой, осы жадам керек. Бірақ неңіз ше, сіздің адам тіркейтін администраторыңыз әбден қарны ашып қалған ау. Келіп кеткен адамдармен ісі жоқ қой. Қазір кешке сізге отчет бере алмай қалады ау. Банкрот болып отчет бере алмай қалады ау. Компьютері бір жақта, өзі бір жақта. Ай, жаным. Мені біздің Альбина ғой мынау. Өзі Альбина сияқты бұзық екен. Тура сен екен анау. Бәнде мороженемізді ұмытып кеттік қой. Достар, балымыздағымыз ұмытып кетуге сәлақ қалыппыз. Ойбай, мама, балымызда. Әсеттен бастайық, Әсет бізде. Қонақ. Уникамды алып қойға. Ас болсын, бастай беріңдер, балапандар. Это не жан, бастай бер алсын. Бисмилля. Сендер күніге Барбисіңдер ғой маған. Мәкштеген мама. Тамаша. Бисіген әділ. Ал достар, бүгінгі біздің 24 сағат Барбидің өмірін сүреміз челленжіміз өзімізге қатты ұнады, өте қызықты болды. Сендерге ше? Ұнады. Ханшайымдар ұнады ма? Олар әлі Барбидің образына шыға алмай отыр. Барби болған бір жағы жақсы екен. Сызылып, бірін-бірімен ұрыспай, кәдімгідей Барби куклалар сияқты жүр ғой азаннан бері. Оған Альбина қосылды, ол мамасы болса да. Ал, бізбен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Бұл екеуі сендерге бірдеңке айтуға шамалар келмей отыр. Мына
жасаймын деген телевизор көрсе қатты беріп кетеді, аузы ашылып ынта-шынтысымен көреді біздің аялам. Сау болыңдар, бізді үнемі қолдап, қайда жүрсеңдер де аман болыңдар, бізді қолдап жүріңдер. Біздің каналға тіркелмеген болсаңдар, тіркеліңдер. Біздің жаңадан шыққан видеоларымызды сендер үнемі көріп отырасыңдар, және де все деген қоңыраушаны басып қойыңдар, Иә, пока-пока. Пока-пока. Келесі кездескенше сау болыңдар.